Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді борщ дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен суға осылай етімізді салып аламыз. Етіміздің қайнағанын күтіп, одан кейін көпірігін алып тастаймыз. Көпірігін жақсылап алып болғаннан кейін міндетті түрде тұзын көріп, дәміне қарай тұзын қосамыз. Орташа отқа қойып, еттің піскеніне дейін қайнатамыз. Әрі қарай біз борщымызға керекті капустамызды тураймыз, және де картошкамызды осылай көбіктеп турап аламыз. Осы аралықта біздің етіміз дайын болды. Етімізді сорпадан алып шығамыз. Артынша сорпамызға капустамызды саламыз, одан кейін картошкамызды саламыз. Баяу отта піскенше қайнатып жақсылап пісіріп аламыз. Свекладан подлива жасайтын боламыз. Ол үшін бір пиязымызды осылай жыншылап тураймыз, және де бір свекланы теркадан өткізетін боламыз. Табаға шамалы майымызды құямыз, одан кейін свекламызды, артынша пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. 2 ас қасық томатымызды салып, жақсылап қуырып аламыз да, артынша сорпамызды құямыз, және де чесногымызды саламыз. Подливымыз 5 минут қайнағанша біз етімізді жақсылап турап аламыз да, сорпамызға қосамыз. Одан кейін біздің свекладан дайындаған подливымызды сорпамызға құямыз. Екеуін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Екеуін жақсылап араластырғаннан кейін 5 минут тағы да сорпамызды қайнатамыз. Астын сөндіріп, 10-15 минут әбден подливтың дәмі сорпаға сіңгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің осылай борщымыз дайын болды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Борщ өте ағзаға сіңімді, әрі тез қорытылатын, өте пайдалы тағам болып келеді. Сондықтан жиі дайындап тұрыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.